Виктор Орбан өз ісін атқарды, оны басқа артистке ауыстырады. Қолөнершілер ұялмайды және спектакль үшін саясаткерлердің фигураларын бір қораптан алады. Енді Венгрияның қоғамдық жетекшісі Венгрия үшін ерекше фамилияға ие жас артист Мадияр болады. Бұл сарказм, егер біреу түсінбесе. Питер Мадияр, жаңа үкімет төрағасы, Венгрияның бұрынғы президенті Ференц Мадламен туыс болып шықты. Мемлекетті басқару бұл отбасылық іс. Питер Мадияр Венгрияның мемлекеттік аппаратында мансаптық сатыда жоғары көтерілді. Ол сыртқы істер министрлігінде Виктор Орбанның әкімшілігінде жұмыс істеді және басқа да жақсы лауазымдарды атқарды. Оның шығу тегі бойынша адамға тән. Питер Мадиярдың әйелі Венгрияның әділет министрі болды. Және бір сәтте Питер мемлекеттік қызметкердің тыныш өмірін аяқтап, оппозиционер болуға шешім қабылдады. Барлығын тастап, әйелінен ажырасып, қоғамдық саясаттың толқынды ағындарына сүңгіп кетті. 2024 жылы ол ТИСА атты кішкентай партияға кірді. Питер Мадиярдың бұрын байқалмаған келуімен ТИСА партиясы да бұрын байқалмаған партиядан кенеттен өсе бастады. Екі байқалмаған объектінің таңғажайып синергиясы орын алды. Керемет. Шын мәнінде партияны жақсы қаржыландырып жарнамалай бастады. Питер Мадиярдың оппозициялық бейнесін сенгіш сайлаушылардың көзінде қалыптастыру үшін. Басқарушылар ескі тозған және қажыған марионетканы жаңасымен алмастыруды шешті. Питер Мадияр Венгрияның сол басқарушы элитасына жатады. Билік жүйесінде бәрі бұрынғыдай қалады. Сол адамдар, сол жүйе. Неліктен Виктор Орбанды Венгрия үкіметінің төрағасы қызметінен босату туралы шешім қабылданды? Орбан өз міндеттерін орындады. Оның міндеттерінің бірі Европаның Ресейден мұнай мен газ алудан бас тартуын тежеп тұру болды. Венгрияның теңіз жағалауы жоқ. Теңіз танкерлерімен мұнай жеткізу мүмкін емес. Австрия, Венгрия, Чехия, Словакия, Сербия Ресейдің мәңгі тоңынан мұнай мен газды құбырлар арқылы алды. Европа елдерінің көмірсутектермен қамтамасыз ету жүйесі баяғыда Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін құрылды. Ресейден мұнай мен газды құбырлар арқылы жеткізу Европаның жартысының энергетикасын қалыптастырды. Мұндай жүйені тез арада өзгерту мүмкін емес. Басқа жерлерде мұнай мен газ өндіруді арттыру қажет. Онда ұңғымалар бұрғылау, жабдықтарды орнату, құбырларды тарту, сұйытылған табиғи газ өндіретін зауыттарды салу керек. Қосымша теңіз терминалдары мен кемелер жасау қажет. Бұның бәрі ұзақ уақыт алады және үлкен қаржылық шығындарды талап етеді. Европа негізінен энергетикалық жүйесін қысқа мерзімде қайта құра алмады. Сондықтан санкцияларды енгізуге кедергі келтіріп, Еуроодақтың жылдам әрекеттерін тежеген табанды Виктор Орбан қажет болды. Европа Ресейден мұнай мен газды құбырлар арқылы алудан бас тартқандай болды. Бірақ оларды алуды жалғастыруда. Себебі Виктор Орбан қайтадан келіспейді. Ресейден мұнай мен газбен бірнеше Европа елдері қамтамасыз етілді. Бірақ Венгрия премьер-министрі бәрінен де көп наразылық білдірді. Егер Австрия, Чехия, Словакия, Сербия және басқалар наразылық білдірсе, онда Еуропалық одақта бірлік болмайды. Ал бұл мәселе кез келген мемлекеттің өмір сүру негізін қозғайтын өте маңызды. Сондықтан қалғандары үндемейді, ал жария түрде тек Виктор Орбан айғайлап қарсы тұрады. Ол келіспеушілікті көрсетіп жатқанда Еуропаның энергетикалық жүйесі қайта құрылып жатты. Жүйені қайта құрастырды. Енді мұнай мен газдың ағындарын құбырлар арқылы қысқартуға және тіпті өшіруге болады. Виктор Орбанға тамаша атқарған рөлі үшін үлкен рахмет. Сондай-ақ Виктор Орбанның премьер-министрлік қызметінен кетуі Венгриядағы шиеленісті төмендетеді. Еуропадағы өмір сүру деңгейі төмендеп жатыр. Адамдардың наразылығы артып келеді. Міне, тәртіпсіздіктердің себебі ескі Виктор Орбан болды. Енді Венгрияда жас, прогрессивті үкімет бар. Ол Венгриядағы өмірді жақсартады. Ол Еуропалық одақ ішінде кедергі болмайды. Венгрлер мен еуропалықтарда осындай үміттер пайда болуда. Шындығында жақсы болмайды. Еуропада және нақты Венгрияда өмір сүру деңгейімен әл-ауқат, парламентте кімнің отырғанына қарамастан мемлекеттік тулардың фонында өзгермейді. Венгрлер Питер Мадиярға өте тез көңілдері қалады. Және Еуропада Венгрияның жаңа бағынатын билігінен ешқандай сезілетін пайда алмайды. Себеп Венгрияда немесе Еуропада емес. Адамзаттың өмір сүруінің жаһандық жүйесі өз міндетін орындамайды.